Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен алдияр. Бүгін сіздер 4-ші класстардан қарап тұрған шығарсыздар. Бүгін шай бөлшектерді қосу және азайту осы дәптер кейбіреулер түсіндіріп өтейін. Осы көпнің айтып отырмай, осы видео көп болмай, ұзақ кетпей, мен тез айтам. Керек нәрселерді айтам. Бөлшектер ол екіге бөлінеді. Қандай 5 секунд берем, сіздер айтыңыздар. Шай бөлшек және ондық бөлшек болып бөлінеді. 5-тен 2 шай бөлшектерге 5-тен 2, 3-тен 5, 1/2 болсындар кіреді. Ал ондыққа 1/5, 2/6 кіреді. Ал рационал санға рационал сан 4-ке бөлінеді. Қосу, азайту, көбейту, бөлу. Қосуға А қосу Б теңсі А тең Б С азайту Б тең С азайту А ол қосылғыш, Б ол қосылғыш, С ол қосылғыш мәні. Şimdi azaytıda A azaytı P tеңсі A тең болады С қосу P тең A азайту С. А ол азайғыш, Б ол азайтқыш, С ол айырман мәні. Ағаны көбейтумен бөлу бұл осы секілді. Шай бөлшектер 1/4 болады. Бөлімі ол бүтінді қанша тең бөлікке бөлгенін көрсетеді. 5-тен 5 ол 1/10, 10 ол 1/10. Ал 5-тен 1 ол бөлік, 10-нан 1 ол бөлік. 5-тен 5 ол 1/10 болып есептеледі. 15-тен 1 ол тоже бөлік есептеледі. Енді осы бірінші тапсырманың екіншісін сұралсаңыздар болады. Сұралсаңыздар болсын біріншісін сұраңыздар да қалғандарын шығарыңыздар. Осы бірінші тапсырманың екіншісі соларды қасы шығарамыз. Ол не дейді? Бөлшектерді қысқартыңдар дейді. Ол 82. Біріншісі 82. Ол 4-тен 1 болады. Ал 8-тен 15 ол 6-тан 5 болады. Ал 28-тен 7 ол 4-тен 1 болады. Біліп тұрыңыздар. Ал 9-тан 3 ол 3-тен 1 болады. 34-тен 14 ол 17-тен 7 олар 7-ге бөлінеді. Ал 12-тен 6 ол 2-тен 1 болады. Ал қалғандарын өздеріңіз қарап тұрыңыздар. Осыларды соңғыған жарып көрсеңіздер. Есептеп көрем. 9-тан 3-тен кейінгі 44-те 44-тен
8'den бастап санап көремін. 12 наверное, бір-екі қалғандарын шығарып қойыңыз. Уақыт беремін. Бір примерно 12 есепке ол 3 сұрақ жауаптарын шығарасыздар сіздер. Сразу анауын потом жауабын сразу жасайсыздар. 1-2-3 минут беремін. Өздеріңіз шығарып боласыздар, потом осы видеоны жалғастырасыздар. Мен көп ұзақ болып қалмай, мен тез нетем. Сәттілік сіздерге осы 12-лерді келіп жазып жатыр. Міне 12 есепті болған шығарсыздар. 44-тен 8-ден бастадық. Содан бастап мен жауаптарын айтам. 44-тен 8 11-ден 2 болады. Себебі 8-ді 4-ке бөлеміз. 44-ді 4-ке бөлеміз. Ал 63-те 36 сіздерде қанша шықты? 3 секунд берейін. 3, 2, 1, 0. 63-те 36 ол 7-ден 4 болады. Ал 54-те 3 ол 18-ден 1 болады. Сенбесеңіздер осы сіздер дауысқа қойып тексеріп алыңыздар болады. Сіздерге көрінетін шығар. Тексеріп алыңыздар, дауысқа қойып сіздер келесіге өтесіздер. Енді келесі есеп. Бұрыс жай бөлшекті аралас санға айналдыру. Бірінші ережесін жазыңыздар. Ережесін 2. Біріншісі алымы бөліміне қалдықпен бөлеміз. Ол алымын ол бөлімге үстін астыға бөлгенде қалдықпен бөлеміз оны. Астын астын. Екіншісі бөліндінің мәні бетіп сызықша қоямыз да, сызықшаның қасына аралас санның бүтін бөлігі деп жазамыз. Нүкте қоямыз да, астына жазамыз. Қалдық деп жазамыз. Қалдық. Тоже сызықша қоямыз да, аралас санның бөлшек бөлігінің алымы деп жазамыз. Енді нүкте қоямыз, астына бұрыс бөлшектер дейміз. Оның астына бөлімі сызықша аралас санның бөлшек бөлігінің бөлімі деп жазамыз. Қайталап айтамын. Бөлімі деп сызықша қоямыз да, оның сызықшаның қасына аралас санның бөлшек бөлігінің бөлімі деп жазамыз. Сөйтіп, енді мысалы 2-ден 15-ті 2-ге бөлеміз де 7-ден береміз. 7-ден бергенде 7 ол бүтін болып көреді. Астындағы бөлімі ол қала береді 2 болып. 15-ден 14-ті азайтамыз да 1 қалдық қалады. Себебі оны қалдықпен белгілегенде түсінеріңіздер, жазып жазыңыздар. Енді
ортанша есепке кеттік. Бұл аз, бірақ анадан қарағанда кішкене қиынырақ. 6-тан 29 деп бірінші, екінші тапсырма алып жатырмызда. 6-тан 9. Ол 29-ты 6-ға бөлгенде 4-тен береміз. Тіпті 4 қалдық болады. 4-те 4 бүтін 6-тан 5. Ешін 6-тан 5? Себебі 6-тасындағы бөлімі ол өзген, ешқашан өзгемейді. Келесі 33-тен 41. 33-те 2-тен бере алмаймыз. 2-тен берсек 46 болып кетеді. Сол үшін 1-тен береміз. 1 бүтін 36-тан 8 болады. Өздеріңіз есептеп көріңіздер. 86-тан 9. 89-ты 9-ға көбейтсең 81 болады. Сөйтіп 9 бүтін 9-тан 5 болады. Келесі 16-тан 39. 16-тан 2. 16-ға 16-ны 2 көбейтсе 32 болады. Сөйтіп 7-тен береміз. 7 қалдық қалды. Сөйтіп 2 бүтін 16-тан 7 болады. Енді келесі өздеріңіз шығарасыздар. 2 есеп. Бірісі жалықтан жасасыңыздар. Сол болды. Болады. Қырық сегізден 59 сол 1 бүтін 48-тен 11 болады. 13-тен 37 ол 3-тен 2-тен 2 бүтін 13-тен 11 болады. 7-тен 43 ол 6-тан береміз. 6 бүтін 7-тен 1 болады. 8-тен 81 ол 10 бүтін 81 болады. 12-тен 19 ол 1 бүтін 12-тен 7 болады. 22-тен 73 ол 3-тен 23 бүтін 22-тен 7. 5-тен 27 ол 5 бүтін 5-тен 2. 4-тен 65 ол 16 бүтін 4-тен 1 болады. Келесі есеп өздеріңіз оқып үй жұмысынан 3-ші тапсырма қалады. Осы 35 пен 15. Қорқыңыз. Жүріңіз. Осы жұмысты тұрарсыздар. Ресми 2 деп шығарып жазып қойын.